Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сәкен Сейфуллин Көкшетау поэмасы. Оқытушы мен Құлжанов Ардақ Дәуітұлы. Сабағымыздың бүгінгі мақсаты Сәкен Сейфуллин өмірбаянымен танысу. Оның шығармашылығымен, поэмаларымен танысу, және де поэмадағы табиғат суреттерді, сол арқылы ақынның шығармашылығы арқылы эстетикалық рухани құндылықтармен таныса отырып, өзіміздің ойлау қабілеттерімізді дамыту. Соның арқасында поэзияға деген сүйіспеншілік сезімімізді ояту болып табылады. Сонымен қоса сабағымыздың мақсаты туған жерге, табиғатқа, адамгершілікке баулу. Сәкен Шынаты Сәдуақас Сейфуллаұлы 1894 жылы 23 мамырда Ақмола облысы Ақмола уезінің Нілді болысында Нілді мыс қорыту заводына таяу жердегі қазақ ауылында туған. Қазіргі әкімшілік бөлік бойынша бұл жер Қарағанды облысының Жаңарқа ауданына қарайды. Сәкеннің шыққан ортасы шағын дәулетті болған. Оның балалық шағы өз ауылында өтеді. Ауыл молдасынан оқып аздап хат таниды. Әкесі Сейфулла баласы Сәкенді 1905 жылы Нілді заводына оқуға жібереді. Алғашқы бір жылда кісі үйінде жалдана жүріп, орысша үйреніп, одан кейін бір жылдай ол заводтың орыс қазақ мектебінде оқиды. Одан кейін 1908-1913 жылдары Сәкен Сейфуллин Ақмола қаласындағы әуел Приходская мектебін, кейін 3 класты қалалық училищеде оқиды. Хронологиялық кесте бойынша Сәкеннің өмірбаянымен таныса кетсек, ол 1913-16 жылдар арасында Омбы қаласындағы мұғалімдер семинариясында оқиды. 1914 жылы қазанда «Өткен күндер» атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылады. Омбы семинариясын бітіргеннен кейін Сәкен Ақмола өзіндегі Сілеті Бұлғылы деген жерде, ауылдық жерде жұмыс істейді. 17 жылдың желтоқсанында Совдеп құрылғанына байланысты соның президиум мүшесі болады. 1918 жылы маусым айында патшашыл ақ қазақтар мен чехословактардың көтерілісі кезінде Ақмолада кеңес үкіметі құлап, Сәкен бір топ жолдастарымен революция жауларының қолына түседі. Атаман Анненковтың азап вагонында, Колчактың Омбы лагерінде 9 айға созылған ауыр азап шегеді. Тек 1919 жылдың наурызында ғана Сәкен Омбының тұтқын лагерінен қашып шығады. 1920 жылдың көктемінде Сәкен Сейфуллин Ақмолаға қайта оралып, Колчак үстемдігі құлаған қалада кеңес жұмысын жандандыруға араласады. Ол уездік атқару комитеті төрағасының орынбасары болып істейді. 1921-1937 жылдары Сәкен Сейфуллин Қазақстандағы әртүрлі әкімшілік мәдени ағарту орындарында, жазушылар одағында, партия тарихи институтында, әдебиет майданы, қазіргі Жұлдыз журналының редакцияларында басшы қызметтерде болады. Жоғары оқу орындарында қазақ әдебиет тарихынан лекция оқиды. Коммунистік партия мен кеңес үкіметі 1937 жылы Сәкенді халық жауы есебінде тұтқындады. Ақын 1938 жыл 25 ақпанда Алматы түрмесінде кеше өзі орнатысқан үкіметтің қолынан атылды. Сәкен Шынаты Сейфуллаұлы 1984 жыл Қарағанды облысының Жаңарқа ауданында дүниеге келдік дедік. Міне осы тәртіппен мына тұрған хронологиялық кестені жазып алуларыңызды сұраймын. Әрбір жылдар сайын өзінің атқарған жұмыстары, еңбектері туралы жазылған. Келесі Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасы ақын шығармаларының ішінде көркемдік қуаты жағынан да дәстүр сабақтастығын жалғастыра отырып, тың ізденіспен, жаңашылдықпен жазылған туынды. Поэма 4 бөлімнен 47 тараудан құрылған. Бастала бере көкшенің әдемі табиғатын, көлі мен терегін, қарағайы қайыңын, тау мен тасын, ауасы мен суын, жаратылыстың суреттей келіп, табиғаттың әсемдігін тамылжыта төгілдіре өрнектейді. Табиғат сұлулығына, ел мен жер тарихын, ескі ақындарын шежіресін қосып, сұлулық пен рухани байлық үйлесімдігін жыр етеді. Поэмада Көкшетаудың табиғаты, елі мен жері, адамдары ғана емес, ақын көкшенің бүгінгі күні мен болашағына көз тігеді.
Ақын табиғат сұлулығына адамдар сұлулығын, жер, ел тарихының терең тамырын көркем бейнелер арқылы адам жан дүниесінің ізгілігіне сәйкестендіріп, көкшенің қадір қасиетін жермен, онда тіршілік еткен елмен бірге жырлайды. Берілген мәтінді, енді сіздерге өздік жұмыс тапсырма, құрметті студенттер. Берілген мәтіндегі көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, дәптерлеріне жазыңдар. Көп нүктенің орнына қойып жазамыз. Енді оқулықтың 67-ші бетіндегі соңғы азат жолды оқып, оның орысша аудармасын жасап дәптерлеріне жазыңдар. Бұл екінші өздік жұмыс. Бүгінгі сабақтағы орындаған ақпараттар туралы ойларыңды, орындаған тапсырмаларыңды ыздот қосымшасы арқылы немесе 8778-767-54-11 номер арқылы WhatsApp мобильдік қосымшасына жіберулеріңе болады. Үйге тапсырма: Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасын оқу және одан үзінді жазу. Оған дейін өткендерімізді қайталау және бүгінгі берілген тапсырмаларды аяқтау, жазу. Қосымша сіздерге сайттардың сілтемесі көрсетіліп тұр. Сол сайттарды жазып алып, сол сайттарға кіріп ақпараттар алуларыңызға болады.